Саламатсыздар ма ханымдар, бүгінгі сабақ, яғни отзыв алу өте маңызды қыздар. Прям үлгермей жатсаңыздар да, асығыс болсаңыздар да, кейін бір күннен кейін болса да клиентке кері байланыс жасап отзыв алып тұрыңыздар. Отзыв алыңыз, бірден сториске салып тұрыңыздар. Мысалы, оны кейін актуальный даблайнан сақтап қоясыздар. Сол кезде клиенттер сіздерге сенімділігін арттыратын болады, яғни міне барлық клиентті үстіп сақтап қоясыздар. Егер клиенттің атын, номері негізі көрсету нежелательно. Көп адамдар, яғни ол өзінің несі жеке шаруасы деп біледі да, сізге не істеуі мүмкін, шағымдануы мүмкін, өйтіп салмаңызшы, мен оны сюрприз жасап жатыр едім деген сияқты смс-тер болуы мүмкін. Сол үшін желательно клиенттің атын мен Бонни Берри деп сөйтіп жаба саламын. Сол қыздар, осылай отзыв саласыздар, иә? Клиенттен отзывты қалай аламыз? Мысалы, клубника заказ. Әр клиенттің заказын жасайсыз. Бірінші суретті міне заказыңыз дайын деп жаздым. Все, клиентке айттым, міне доставка мынанша шығып тұр, жібере берейін ба депсін. Қымбат болған соң сәл күте тұрдық, кейін тағы да жібердік. Солайынан осы міне клиенттен оплатаны аламын за доставку, сосын доставканы жіберемін, сосын заказыңызға көп рахмет, алып кетті деп сөйтіп жіберем. Кейін клиенттен кері байланысты, яғни бірнеше уақыттан кейін, уже Яндекс доставка жеткізілгеннен кейін сұрасаңыз болады. Заказыңыз жетті ма, алдыңыз ба деп сұрасаңыз, клиент бірден сізге я алдым, рахмет, өте әдемі екен деуі мүмкін. Или немесе, яғни сіз клиентке кері байланыс жасаған сайын қыздар, сізбен клиент ашық болады, и келесі жолы қайта заказ беру вероятності үлкен болады. Сондықтан клиенттермен кері байланыс жасаудан ешқашан қорықпаңыздар, аха. Мысалы, мынау клиент маған уже мейрамдарда құттықтап сөйтіп жүреді, уже бірнеше рет алған. Сондықтан әр клиент өте маңызды. Барлық клиентпен как первый раз бірінші рет жұмыс жасап тұрғандай сөйлесу керек, қыздар. Отзывты алу үшін клиентке суретті жібересіздер, сосын доставка туралы сөйлесесіздер, доставкасын ақшасын аласыз, потом жібердім деп такси жібересіз, сосын такси жеткен соң барып заказыңызды алдыңыз ба, ұнады ма деген сияқты сұрай қойсаңыздар, клиент өзі ағынан жарылып бәрін айтып береді. Немесе ол күн үлгермесеңіз, келесі күні сұраңыз, саламатсыз ба, қалайсыз, кешегі букет ұнады ма деген сияқты сұрасаңыз, клиент сіздерге обязательно жауап береді, қыздар. Сөйлесуден қорықпаңыздар. Сіздер бірінші шаг жасап, яғни клиентті өздеріңіз сөзге тарта білулеріңіз керек. Сіз оған жақындай түскен сайын, клиент сізге жақындап, өзінің ішіндегі несін айтып кетеді, әңгімелерін айтып кетеді кейбіреулер. И солай сеніміне кіресіз, ол клиент сіздің постоянный клиентіңізге айналады. Сәттілік, қыздар, бүгінгі сабақ осымен тамам.